Сәлеметсіздер ме оқушылар, математика пәнінің 71-ші сабағын бастайық. Бүгінгі тақырып элементтерінің саны бірдей жиындардың бірігуі, көбейту. Бүгінгі сабақта сіздер көбейту амалымен танысасыздар. Ең алдымен сабақты бастамас бұрын жиындардың бірігуі деген практикалық жұмысты істеп көрейік. Бұл жерде жиын дегенді есімізге түсірейік. Жиын дегеніміз не? Жиын шеңбердің ішінде орналасады. Оның ішіндегі заттарды біз элементтер деп атаймыз. Мысалы, А жиыны және Б жиыны екеуі келіп қосылған кезде бұл жерде жиындардың бірігуі болып табылады. Жиындарды есімізге түсірсек, келесі тапсырманы орындайық. Бұл жерде нұсқаулық бойынша орындайық деген тапсырма берілген. Суретке назар аударайық. Үстелдің үстінде фигуралар берілген. Сол жағында 2 дөңгелек, 2 тік төртбұрыш, оң жағында 2 шаршы мен 2 үшбұрыш берілген. Енді бұл фигураларды 2 дөңгелекті үстелдің ортасына қарай қой. Мысалы, мына 2 дөңгелекті столдың ортасына қарай жылжытамыз. Дәл осы қалған фигураларды да жылжытып қоямыз. Енді 2-2-ден сен неше рет қойдың? Жоғарыда орындалған әрекеттерді санды өрнек түрінде жаз, оның мәнін тап. Егер біз фигураларды 2-2-ден жылжытатын болсақ, мынандай өрнек шығады. Бірінші біз дөңгелектерді жылжыттық, 2 дөңгелекті, одан кейін 2 тік төртбұрышты жылжыттық, одан кейін шаршыны жылжыттық және үшбұрышты жылжыттық. Яғни 2-2 фигурадан жылжытып 4 әрекет жасадық. Сонда барлығын қосқан кезде 8 фигура шықты. Енді осыны көбейту түрінде жазып көрейік. 2 мен 4-тің көбейтіндісі 8-ге тең. Оны қалай шығардық? Біз мына 2-2 фигурадан 4 рет қостық. Яғни біз 2 санын өз-өзіне 4 рет қосу арқылы 8 санын шығардық. Яғни көбейту дегеніміз санды өз-өзіне әрекет санына көбейту. Зерттеу жұмысын жүргізейік. Суреттерге қара, алдымен қосу амалымен, содан соң көбейту амалымен теңдіктер құр. Бұл жерге жиын берілген, жиынның ішіне үшбұрыштар, дөңгелектер және шаршылар. Енді осыларды ең алдымен қосу амалымен қалай жазамыз? Бұл жерде мысалы 3-3-тен үшбұрыш, 3-3-тен шаршы, 3-3-тен дөңгелек пен шаршы берілген. Енді осы заттарды үшеуін қосу арқылы біз 9 санын шығарамыз. Яғни бұл жиынның ішіндегі элементтер саны 9 болады. Енді осыны көбейту түрінде жазайық. Яғни 3 пен 3-тің көбейтіндісі 9-ға тең. Яғни біз 3-ті өз-өзіне 3 рет қостық деген сөз. Келесі жиынға назар аударайық. Бұл жерде қалам, қарындаш және маркерлар элементтері берілген. Енді осыны барлығын бір жиынға жинайық. Қосынды түрінде қалай жазамыз? Яғни 4 қалам, 4 қарындаш, 4 маркерді қосу арқылы біз 12 санын шығарамыз. Яғни бұл жиын ішінде 12 элемент, яғни бұлардың үшеуін барлығын қосқан кезде 12 элемент шығады. Енді осыны көбейту түрінде жазайық. Көбейту түрінде 4 пен 3-тің көбейтіндісі 12-ге тең. Яғни біз 4 санын өз-өзіне 3 рет қостық деген сөз. Сонда бірінші жиында 9 элемент, екінші жиында 12 элемент шығып тұр. Келесі 3-ші тапсырма. Бұл жерде бос торкөздерге тиісті сандарды қой дейді. Бұл жерде сіздерге сол жағында 5 теңгелік тиындар берілген. Тиындар 5 теңге және олардың саны 5-еу, яғни 5 санын 5 рет қосу деген сөз. 5-ті 5-ке
5-ті 5 рет қосқан кезде 25 теңге шығады. Яғни 5 қосу 5 10, 10-ға 5 15, 15-ке 5 20, 20-ға 5-ті 25. Енді осын көбейту түрінде жазған кезде 5-ті өз-өзіне 5 рет көбейткен кезде 25 шығады. Яғни 5 санын өз-өзіне 5 рет қосамыз. Келесі, бұл жерде 100 теңгелік тиындар берілген. Яғни 100 теңгеліктерді 3 рет қосу арқылы біз 300 санын шығарамыз. Енді көбейту түрінде жазатын болсақ, 100-ді 3 рет көбейтеміз. Яғни 300 теңге шығады. Бұл жерде біз 100 санын өз-өзіне 3 рет қостық. Сонда 300 шығады. Яғни 100-ді 3-ке көбейту дегеніміз, ол 100 санын өз-өзіне 3 рет қосу деген сөз. Келесі, номер 4-ші есепке назар аударайық. Есепті шығар. 3 сөренің әрқайсында 4 топтан бар. Сөрелерде барлығы неше доп бар? Енді қарайық, бұл жерде міне доп берілген. Біз оны 3 сөреге қоямыз. 3 сөреге қойдық. Енді бұл жерде 4 топ, әр сөреде 4 топтан 3 сөреге қойылған. Яғни біз 4-ті 3 рет қосамыз. 4-ті 4-ке қосқан кезде 12 саны шығады. Яғни сонда барлығы 4-тен 4 топтан 3 сөреде 12 доп орналасқан. Енді осыны көбейту түрінде қалай жазамыз? 4 пен 3-тің көбейтіндісі 12-ке тең. Яғни біз 4-ті 3 рет өз-өзіне қосқан кезде 12 шығады. Бұл жерде 12 болу керек. Келесі, номер 5-ке назар аударайық. Бұл жерде өрнектер құр және олардың мәнін тап дейді. Кесте арқылы рет-ретімен сандарды орналастырып өрнекті шығарамыз. Бұл жерде бірінші 80, азайту 35, қосу 18. Ең алдымен біз 80-нен 35-ті азайтамыз, 45 шығады. 45-ке 18-ді қосқанда 63 саны шығады. Келесі, 49 санын 35 санынан азайтқанда, одан кейін 41 санын қосамыз. 49-ды 35-тен азайтқанда 14 саны шығады. 14-ті 41-ге қосқанда 55 шығады. Келесі, екінші кестедегі тапсырманы орындаймыз. Бұл жерде 35 санын 25 санына қосамыз және 46-ны азайтамыз. Ең бірінші 35 пен 25-ті қосқан кезде 60 саны шығады. 60 пен 46-ның азайтындысы 14-ке тең. Келесі, екіншісін орындаймыз. 74-ті 25-ке қосамыз және 14-ті азайтамыз. 74-ке 25-ті қосқанда 99 шығады. 99-дан 14-ті азайтқанда 85 саны шығады. Бұл жерде осындай өрнек құрастырдық және мәнін таптық. Келесі, номер 6-шы есепке назар аударайық. Бұл жерде сіздерге теңдеулер берілген, бірақ осы теңдеулердің барлығын шығармаймыз. Ең алдымен азайту амалымен шығарылатын теңдеулерді көшіріп жаз және оларды шығар. Бұл жерде бізде екі теңдеу азайту амалымен шығарылады. Ол бірінші және үшінші теңдеу. Бұл жерде теңдеудің ережесін есімізге түсіреміз. Неліктен бұлар азайту амалымен шығарылады? Енді x пен 14-тің қосындысы 26-ға тең. Бұл теңдеуді шығарып көрейік. Ең алдымен x-ті табу үшін біз 26-дан 14-ті азайтамыз. Белгісі сан 12 шықты. Енді 12 санын x-тің орнына қойып теңдеуді шешеміз.
12 мен 14-тің қосындысы 26-ға тең. Тексереміз. Екі жақ теңесті, теңдеу дұрыс шықты. Келесі, x-тің мәнін табу үшін біз 57-ден 47-ді азайтамыз. X-тің мәні 10-ға тең. Енді 10-ды x-тің орнына қойып, теңдеуді шешеміз. 57 азайту 10 тең 47. 47 тең 47. Теңдеу дұрыс шықты. Келесі, номер 7. Бұл жерде өрнек құр және оның мәнін тап дейді. 4 жиынның әрқайсысына 5 заттан бар. Оларды бір жиынға біріктір. Жиында енді неше зат болды? Ең алдымен 4 жиынды сызып аламыз. Мысалы, оның ішінде 4 жиынның, әрбір 4 жиынның ішінде 5 топтан бар деп айтайық. 5 топ бар. Енді оларды бір жиынға біріктіру керек. Енді бір жиынға біріктіру үшін біз не істейміз? Мысалы, мына 5 топ пен келесі 5 топты қостық. Одан кейін 3-ші, 4-ші жиындық топтық. Енді осыларды бір жиынға топтастырамыз. Сонда бізде барлығын топтастырған кезде 20 доп шығады. Енді осыны көбейту түрінде жазсақ, 4 жиында, 4 жиынның ішінде 5 элемент болды. Яғни 4-ті 5-ке көбейтеміз, сонда жауабы 20-ға тең. Яғни біз 4 санын, яғни 4 жиынды өз-өзіне 5 рет көбейттік деген сөз. Назарларыңызға рахмет.